Абай өсиеті Жапонның кайдзен ілімімен үндес. Қазақ тілді ортаға кайдзен ілімін танымал еткен тұлға кәсіпкер Марғұлан Сейсенбаев екенін, YouTube мүмкіндіктерін өзін дамытуға пайдаланып жүрген қолданушылардың бәрі біледі. Ал аталған ілімнің өмірді барынша мінсіз етіп жетілдіруге таптырмас құрал бола алатынын бизнес арқылы дәлелдеген Мұхтар Жәкішев еді. Қарызға белшесінен батқан Қазатым өнеркәсіп кәсіпорнын кайдзен ілімі арқылы санаулы жылдың ішінде уран нарығындағы әлемдік көшбасшы компанияға айналдырған. Бір өкініштісі, осындай қуатты ілімнің өз генімізде де жатқанын көбіміз біле бермейміз. Балабақша табалдырығын аттаған сәттен бастап Абайдың өлеңдерін таңдайы тақылдап тұрып жаттаған кез келген қазақ баласының сана түкпірінде кайдзен ілімімен деңгейлес негіз жатыр. Тек сол негіздің кілтін тауып, кодын сөйлетуге қазақ ғылымының әлеуеті жетпей жатыр. Бұл ащы да болса шындық. Қазақ ғылымының басты қателігі Абай ілімін әдебиеттанудың шеңберімен шектеуінде болса керек. Бір ғана мысал, Абайдың толық адам ілімі әдебиетке үш қайнаса сорпасы қосылмайтын теория екенін әлі мойындамай келе жатырмыз. Қазір инфобизнестің төріне жайғасып алған мотиваторлар мен коуч тәлімгерлер айтып жүрген теориялардың бәрін Абай Құнанбайұлы өлеңдері мен ғақлияларында жазып кеткен. Абай әлемін орыс ғылымының призмасымен тәпсірлеу талай абайтанушыны адастырғанын уақыт енді ғана көрсетіп отыр. Нақтырақ айтсақ, ағылшын тілін Абай шығармашылығы арқылы үйрету жобасының авторы Ернат Мелсұлы Абайдың толық адам ілімі мен батыс ғылымының арасынан Брайан Трейси, Джим Рон, Ник Вуйчич сияқты тұлғалар ұсынып жүрген құндылықтармен көптеген үндестік тауып жүр. Зерттеуші толық адам ілімін тәпсірлеу кезінде оның кайдзен ілімімен үндес екенін дәлелдеп шықты. Абай толық адам биігіне жетудің жолын ниһаятсыз жол деп атайды. Мұны араб тілінен қазақшалап айтсақ, шексіз жол деген ұғым шығады. Кайдзен ілімі де үздіксіз және даму деген сөздерден құралған. Басты айырмашылығы, жапондар өз ілімдерін барынша шынайы өмірге лайықтап, күнделікті қолданыста дамытса, біз толық адам концепциясын орыс ғылымының тар шеңберіне кіріптар етіп, өмірден алшақ, таңдаулылар ғана түсінетін сакралды теорияға айналдырып жібергенбіз. Абайдың толық адам туралы өсиетінің әдебиетпен үш қайнаса сорпасы қосылмайтынын айттық қой. Ұлы ақынның толық адам ілімі Тастих кітабы дейтін туындысында айтылған. Кейін ол қазақ оқырманына 38-ші қара сөз ретінде жетті. Жүрегімнің қуаты перзентлерім, сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз жазып, ядкар қалдырайын деп басталады 38-ші сөз. Яғни әңгіме адам баласының мінездері туралы болатынын бірінші сөйлемде меңзейді. Демек, Абайдың 38-ші қара сөзі әдебиеттанудың емес, психологияның зерттеу нысаны болу керек еді. Заманауи абайтанушы Ернат Мелсұлы, Брайан Трейси, Джим Рон, Ник Вуйчич сияқты танымал мотиваторлардың ілімдерін синтездей келіп, 4 негізгі бағытта айқындайды. Бақытқа, табысқа жеткісі келген адам ең әуелі рухани даму керек. Екінші сатыда интеллектуалдық тұрғыда даму маңызды. Үшінші сатыда физикалық тұрғыда даму тұрса, төртінші сатыда материалдық қаржылай даму тұр. Ал Абай Құнанбайұлы рухани дамуды жылы жүрек деп атаған. Жылы жүрек ұғымын түсіндіру үшін мейірім және әділет дейтін ауқымды категорияларға жүгінеді. Интеллектуалдық дамуды ақын, нұрлы ақыл деген сөзбен береді. Оны қазіргі күннің биігінен қарасақ, ғылым, білім, технология құндылықтары шығады. Физикалық дамуды Абай хакім ыстық қайрат деп ұсынады. Мұны қазіргі таныммен салауатты өмір салты, спортпен шұғылдану, пайдалы тамақтану, тиімді күн режимі, тайм-менеджмент сияқты терминдермен түсіндіруге болады. Ал төртінші материалдық даму ілімін ұлы ақын сенімді дәулет деп тәпсірлейді. Мұны кейін Шәкәрім Құдайбердіұлы кетпес дәулет деп нақтылай түскен. Міне, құрметті замандас, табысқа жеткіңіз келсе, бәсекеге кәміл адам болғыңыз келсе, әлеуметтік желі арқылы түрлі теориялар ұсынып жүрген мотиваторлармен ғана шектелмей, бір уақыт Абай іліміне де зер салып көріңіз. Сіздің табыс кілтіңіз Абай ілімінде жатпасына кім кепіл?